шәкірттерін азамат қып саналы, ұстаз ана дана бола алады. Ең бастысы ұстаз мына өмірде ұлағат боп, ұлылық боп қалады деп ақындар жырлағандай, адамның жеке тұлға болып қалыптасуында ұстаздардың алатын орны ерекше. Соның ішінде сүйікті ұстазыңның еңбегі ешқандай өлшеммен өлшенбейді. Осы орайда Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылы Байқадам Қашқынбаев атындағы жалпы орта мектебінің ұжымын, мектеп директоры Нұрмаханова Лаура Игенқызын және 2000 жылғы түлектердің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі әрі сынып жетекшіміз Мәдібекова Күләш Бейсенбекқызын мерейлі мереке ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Күләш Бейсенбекқызы шәкірттерін білімнәрмен сусындатып, тәлім-тәрбие беріп, жақсы қасиеттерді бойымызға дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар бере білді. Шәкірттері мектеп қабырғасынан әлде қашан алыстап кетсе де, білім теңізіне жетелеген ұстаздарымызбен балалық шағымыздың талай қызықты күндеріне куә болған Алтынұя мектебімізді әрдайым үлкен сағынышпен, құрметпен еске алып отырамыз. Шәкірт едім, кеудем толы күш жалын, алға тартқан арман жолын нұсқадың, кете бардың жүрегіңнен от салып, келді дағы бір өзіңе ұқсағым. Мың алғыс сізге, ардақты ұстазым. Сізге шәкірттік сезіммен зор алғысымды білдіре отырып, шалқар шабытыңыз шыңдалып, күш-жігеріңіз еселеніп, еңбегіңіз еленіп, атақ абыройыңыз асқақтай беруіне тілектеспін. Мерейлі мерекеңіз құтты болсын, ұстазым. Ізгі ниетпен шәкіртіңіз Гүлнұр Жаңабекқызы.